Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман, сізбен бірге Күлән Бейсенбайқызы. Бүгін біз сізбен Google қосымшаларының бірі Google Doc қызметімен танысамыз. Google Doc қосымшасы неге керек дейтін болсаңыздар, біріншіден бұл мұғалімдер үшін таптырмас үлкен онлайн тақта деуге болады. Осы жерде аудиторияда қанша бала болса, мысалы 20 немесе 30, барлығы бір мезетте осы Google Docтың парақшасында жұмыс жасап, ал мұғалім болса бақылап, қателерін түзетіп, немесе ескертулерді қосымшада жазып отыру мүмкіндігін алады. Сонымен қатар жеке құжаттарыңыз болса, немесе ұзақ мерзімге сақтайтын ақпараттарыңыз болса, осы Google Docты қолдануға кеңес беремін, себебі ол Google дисктің ішінде өзіңіз алып тастамайынша ұзақ мерзімде сақталады. Сонымен кеттік онда. Бірінші мына жерде тұрған осы 9 нүктені көріп тұрсыз, көрсетіп отырмын. Соны басамыз. Осының ішінде диск бар. Міне осы дискке басып, создать деген батырманы басамыз. Google документы деп тұр, Google Doc деген осы Google документы. Осының ішінде мына жерде мінекей қалаған тапсырмаңызды орындата аласыз. Мысалы, фильм сабақ бойынша жұмыс жасататын болсақ, мысалы, фильм сабақ бойынша осы сұрақтарды жазып, және әрбір оқушының, әрбір шәкірттің өзінің ойын, пікірін жазуына мүмкіндік туғызамыз. Сол үшін әрине шәкірттің аты жөні деп жазамыз. Аты жөні, яғни әркім өзінің аты жөнін жазу керек. Одан кейін барып, жаңағы жауабы, осы жерде жауабы тұрады. Осы Google документте жасаған барлық ақпаратты түрлендіріп, бояуын өзгерту, оның шрифтін өзгерту сияқты барлық мәліметтерді қарастыруға болады. Енді Google документі құжатын қалай жібереміз, яғни шәкірттерімізге сілтемесін қалай жібереміз, сол жайында қарастырайық. Мына жерде режим редактировать осы қаламның үстін басып, редактировать дегенді басамыз. Ендігі кезекте бізге осы құжатпен бөлісу ғана қалды. Требуется название дегенге мына жерге тақырыпты жазамыз. Мысалы, фильм бойынша пікір деп, сохранитті басамыз, және доступ ограничен дейді. Бұны ашпайынша ешкім бұл жерде жұмыс жасай алмайды. Оны ашу керек. Все, у кого есть ссылка дегенді басамыз. Және мына жерде жаңағы айтып кеткен читатель тек қана оқиды, комментатор қысқа ғана комментарий бере алады, ал редактор болса, ол толығымен осы құжаттың ішінде жұмыс жүргізе алады. Сондықтан редактор дегенді басамыз. Копировать ссылку деп, осы сілтемені біз өзіміздің шәкірттерімізге жібереміз. Ол сілтеме мынандай болып көрінеді. Бұл сілтемеге шәкіртіңіздің Gmail почтасы болған кезде ғана кіре алады. Сондықтан оларға алдын ала Gmail почтасын ашу туралы ақпарат жібергеніңіз жөн. Сол ісіңіз сәтті болсын. Сонымен бір сәтте 30, 40 немесе одан да көп шәкірттің жұмысын бақылап отыратын тамаша Google документ сіздің құзырыңызда. Егер де осы ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше.